Сәлем народ, қалайсыздар? Бұл менің алғашқы видео постым, кішкене қобалжып тұрмын, қатты сөкпелеріңізді сұраймын. Мына келе жатқан ұлыстың ұлы күні әз наурыз мейрамы құтты болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Отбасыларыңызға тек береке, молшылық болсын, ақ молынан болсын. Сіздер араларыңызда мені танитындар бар, танымайтындар бар. Өзімді қысқаша таныстырып кетейін. Есім Абылайхан Маликұлы болады. Жамбыл облысы Меркі ауданында туылғанмын. 2012 жылдан бері елордамыз Астана қаласында тұрып жатырмын. Осында білім алдым, жұмыс жасадым, еңбек еттім, өз ісімен айналыстым, жарымды таптым, өзімнің отбасымды құрдым. Жалпы айтатын болсақ, еңбекке деген құштарлығым мектеп кезінен бар. Оны менің сыныптастарым да біледі, жақындарым да, туыстарым да біледі. Мектеп кезінде өзімнің кішігірім цифровой фотоаппарат дейді ғой, цифровой фотоаппаратым болатын. Сонымен мектеп кезінде сын сағаттарды, іс-шараларды мен түсіріп, аудан орталығында 25 теңгеден шығарып, қайтадан апарып мектепке 100 теңге сататынмын. Солай еңбекке деген құштарлығым сол уақыттан бері бар. Ол тапқан ақшама өзімнің дополнительный 11 класста енді курстарға барасың ғой, ент алдында дайындықтарға. Соның ақшасын төлейтінмін, ент-ларымды төлейтінмін. Сөйтіп оқуды бітіріп, осы Астана қаласына келдік. Мінекей 10 жыл болып қалыпты тұрып жатқаныма. Жоғарғы оқу орнын оқыған кезде 3-ші курстан бастап, мен даяршы дейді ғой, официант болып жұмысқа кірген болатынмын. Жұмыс жасадым. Ол жұмыста мен ұялмаймын ешқашан, өйткені ол кезде мен көп нәрсе үйрендім, адамдармен тіл табысып үйрендім, коллективте жұмыс істеп үйрендім. Коммуникация дейді ғой, енді жалпы небір кісілер келеді, олармен тіл табыса білу керек. Ол кісілерге енді небір ситуация болады, тамақ қандай болып қалуы мүмкін, мынандай болып қалуы мүмкін. Сол кезде жаңағы конфликтный ситуацияларды шешу керек қой, енді ас үстінен түсіп үйренесің. Оның общепитта істеген кісілер, мен ойлаймын, мені түсінеді, біледі. Оның өзіндік тәжірибелігі өте зор. Элементарный заттар, мысалға, то, что шампанское, это то, что производится только в провинции Шампань деген сияқты, мысалға, оны біз көбісі біле қоймайды. Советский шампанское, енді шампанский емес қой, енді соның айырмашылықтарын дегендей көп өзіндік бір сол салада жүретін болсаң, алатын тәжірибең негізі молынан. Енді ол да бір өзіндік кезеңі бар дүние, студенттік уақыт бітті. Соответственно, общепитта жұмыс істейтін уақытында менің сонымен өзінің тәмам болды дейді ғой, енді бітті деп айтсам болады. Мамандықпен жұмыс істеу керек болды. Мамандығым менің мемлекеттік және жергілікті басқару болатын. ГМУ дейді ғой, государственное местное управление. Сол мамандықпен мемлекеттік мекемеге жұмысқа кірген болатынмын. Бірнеше жерде жалпы жұмыс жасадым. Жұмыс жасаған жүрген кезінде енді өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік салада айлық енді соншалықты көп емес. Бірақ жетеді, айлықтан айлық қомыр сүресің ғой, ни налево, ни направо дейді. И соответственно өзін ойлана бастайсың, немен айналыссам екен деп. Бизнесқа кетіп қалайын десең, енді бизнес бастағанға үлкен қаражат керек. Сөйтіп жүріп, айлығынан басын құрап, мемлекеттік салада жүрсек те, ақырындап өзіміз ИП-лар ашып, мен өз басым енді ИП ашып, Госзакупқа келген болатынмын 18 жылы. Госзакуппен айналыстым, әлі күнге айналысамын. Өте көп договорларды обработал дейді ғой, енді выполнил, исполнил договора. Өзім жалпы 11 ИП-ім болған болатын, өзімнің басқаруымда. ЕГОВ саласында басқа да услугалардан қызмет жасап жүрдім. ИП-лар отчет тапсырып, жұрттарға ИП ашып беріп дегенде, онда ИП жаққа келген кезде мен де оның от А до Я білемін деп толығымен айта аламын. Оның бәрі тәжірибемен келеді ғой, енді күйесің, жанасың басында. Бірақ қазіргі күнге менің тәжірибем молынан деп толығымен айта аламын. Госзакуппен айналысып жүрдім, бірақ оның да өзінің бір шегі бар. Енді нәсіп, Алла тағаланың берген нәсібі ғой, өзінің бір уақыты болады енді. До потолка доходишь, и дальше уже как бы не идет. Сейчас я занимаюсь тоже Госзакуппен, бірақ бұрынғыдай емес, енді арасында болып тұрады, как фартанет дейді ғой. И сөйтіп здесь альтернатива менде Нұрсұлтан қаласында, Гүлжан сауда орталығында мен бутик алған болатымын. Менің қазіргі әйелім, ол кезде екеуміз енді жүріп жүрдік қой, енді былай қарағанда. Соны бірге тірлік бастайық деп шешкен болатынбыз. Сөйтіп екеуміз бутик аштық. Бутикта біз корейский косметика сататын болатынбыз. Крупный оптовиктардан, осы Астанадан, Алматыдан алып, соны в розницу сататынбыз. Ол бизнесті біз тоқтатуымызға тура келдік болды. Өткен 2020 жылы білесіздер, карантинный жаңағы ограничениялар бастаған кезде сауда орталықтарын жаба бастады. И не было понятно, қанша уақытқа созылады, товар
алуымыз уже вопрос болып қалды, ала алмай қалдық. И сөйтіп біз решили бутик продать, и все оставшие товарлардың барлығын под реализацию сатып жібердік те, акциямен максимальный түрде. И жұмыс жасап жүрдік. Енді опять-таки мен ол кезде уже 20-шы жылы отбасы құрған соң альтернатива іздей бастайсың. Сөйтіп былтыр 2021 жылы Стамбулмен бизнес деген қазір енді өздеріңіз білесіздер, сондай бір популярный болып кетті ғой. Үйретемін, бүйтемін, істеймін деп біз де сол оқудан оқып, білім алып, жаңағы поставщиктер контактілерін алып, база поставщиков, тауар әкеп сата бастадық, сумкалар сата бастадық, іш киімдер भन्ды, не нижнее белье, киімдер дегенім ғой енді. Сол киімдерді сата бастадық. Сөйтіп осы 4-5 ай болып қалды. И барлықтарыңыз білетін Каспий KZ қосымшасында, яғни Каспий магазинде регистрация жасап, сауда саттықпен айналыса бастадық. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, бұл видео не үшін түсіріп жатыр, зачем ты нам говоришь о своей жизни по жизни депші енді. Жасым 27-ге келген болса да, тәжірибем енді жеткілікті, білмейтінен білетінім көп. Сол біліммен сіздермен бөлісу, сіздерге жеткізу. Қазір самоучкалар көп қой. И поможем открыть ИП дейді да, бірақ ИП ашу емес қой ең қиын мәселесі. ИП-ні жүргізу, чтобы у тебя не было нарушений дейді ғой. Ежемесячный отчеттарын жаңағы ежемесячный тапсырып, там раз в полгода упрощенка, там патент и так далее ғой. Сол сияқты вопростардың барлығынан мен хабарым бар, тәжірибем бар. Аллаға шүкір. Сол тәжірибелермен сіздермен бөлісу. Каспийге байланысты сұрақтарыңыз болса, мемлекеттік жаңағы ЕГОВ, Е-лиценз немесе басқа да бір порталдарға байланысты жұмыстар болса, мен соның барлығымен сіздерге көмектесуге дайынмын. Сұрақтарыңыз болса, менің видеом сіздерге қызықты болса, маған подписать етіңіздер. Мен тағы да видеолар салатын боламын. Сол видеолардан сіздермен өзінің білімді жеткізіп, сіздерге арнаймын ғой енді. Солай, короче. Бірге болайық.